Баршаңызға сәлем, мен сіздерге дәрісіз, антибиотиксіз үй жағдайындағы балаларға және ересектерге жөтел емдеудегі халық емін айтып көрсететін боламын. Ең алдымен үлкен пиязды алып, ұсақтап турап аласыз. Пияз неғұрлым үлкен болса, сөлі жақсы шығады. Бұл әдіс жөтелдің құрғақ түріне арналған. Кейде дәрілердің өзі жөтелге төтеп бере алмай жатады. Ал дәл осы сироп жөтелдің емделуіне көмектеседі. Видеодағы маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны өткізбей соңына дейін қараңыз. Ұсақтап туралған пиязды үлкен ыдысқа саламыз. Ендігі кезекте 2 сарымсақтың тішесін тураймыз. Бұл әдіспен мен өзім және қызым екеуміз емделген болатынбыз, расымен де көмегі болған соң сіздермен бөлісіп отырмын. Сарымсағымызды пияздың үстіне саламыз. Осыған қант немесе бал қоссаңыздар да болады. Мен 2 шай қасықтай таза бал қосамын. Әбден жақсылап балы ерігенше араластырамын. Бетін жауып 2-3 сағатқа қалдырамыз. Қараңыздар, 2-3 сағат өтті, осылай шырыны шығуы керек. Оны банкіге немесе қақпағы жабылатын ыдысқа құйып аламыз. Осының үстінен лимон суын қосамыз. Лимон С витаминге бай және пияздың дәмін жояды. Ішкен кезде пияздың дәмі сезілмейтін болады. Қолданар алдында азғантай ғана ашып, аллергияның бар жоғына тексеріп алыңыз. Бұл сиропты ересектерге күніне 3-4 уақыт 1 ас қасықтан ішуге болады, ал балаларға 1 шай қасықтан 3-4 уақыт беруге болады. Құрметті көрермен, видео пайдалы болса лайк басып пікір қалдырыңыз. Мен міндетті түрде пікіріңізді оқитын боламын. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.